Мына жолыңды ашып берем деген дүние расымен бар ма ол? Қазір Жолыңды көптеген ашып енді берем. көріпкелдер айтады, әлеуметтік желілерде көп жариялатады, жағдайың нашар болса күшті қылып берем, жолыңды ашып берем, көп ақша тапқызамын деген сияқты ол дүниелер ашуға бола ма рас А, дүние бар ма, әлде сендіру керек па а, тек қана негізі ол психологиямен, психотерапия? ол үшін адамның өзінде сенімділік болу керек, бірақ ол жолыңды ашып берем деген ол қатты кету. Да. Енді құран емен өзің тазаланып жүрсең де, бірінші жолыңды ашам дегенде біздің өзімізде энергия ғой, емдік массаж, иә, Мгм. біздегі. Сол жерде мына тәнге жиналған әртүрлі өмірімізде келе жатырмыз ғой. Мен жаңа мысалы 9 жыл қаншама жолдарды Мгм. өткенде, мысалы тәніме әр жерінен ұстап ауырғанның өзінде тәніме жиналған материалдық, моралдық, физикалық зажимдар жиналып. Жағымсыз энергиялар. Иә, и адамның бойында 8 Энергия энергия көзі. көзі бар. Мгм. Вот Чакра дейді. чакра деп. Солар зашлаковать етіп қалады. Мгм. Енді машинең майды ауыстыру керек болады Иә, ғой иә. өзінің Сол уақытында. сияқты. Иә, сол сияқты адамның денесінде де сондай тазартулар жүріп тұру керек. Мгм. Себебі Құранда жазылған ғой, 80% адам денсаулығы көбіне көз тілден, энергиялардың зашлаковать етуінен, немесе басқа сөзден ауырсынады деген. Мгм. Адамға ауру бекерден бекер келмейді. Себебі адамның шаршауы, ұйқысыздығы, бас ауруы, оның бәрі біздің тәнімізге жиналған зажимдардың ішкі қуатымызды түсіреді.